Қазақтың бүгінгі шындығы: айлығы 200 мың, кредиті 2 миллион. Неге халық осындай қақпанға түсті? Себебі бар, бауырым, тыңда. Қазақ баласына мектепте ақшаны қалай басқару керектігін үйретпейді. Біздің ата-ана кредит алсаң ұят болады деп үйретті, бірақ заман өзгерді. Ал банктердің менеджерлері халықтың қаржылай сауатсыздығын пайдаланып процентпен байлап тастады. Алматы, Астана секілді қалаларда айлық 250-300 мың, ал пәтерақының өзі 200 мыңнан асады. Үйлену керек, бала-шаға бар, ал тапқан табысы азық-түлікке ғана жетеді. Сонда не істейді? Амал жоқ, кредит алады. Кредит амалсыз адамның амалы. Қазақта елден қалмау деген психология бар. Көршісі көлік алса ол да алады, той жасаса бұл да жасайды. Бірақ көршінің жағдайы сенікінен әлдеқайда жақсы болуы мүмкін. Осыдан кредиттер көбейіп жатыр. Кредитті жоюдың жолы қандай? Біріншісі, қаржылық сауат ашу керек. Ақшаның қайда кетіп жатқанын білмесең, өмір бойы қарызбен өтесің. Екіншісі, шығынды қысқарту. Керек емес статусың заттардан бас тарту керек. Үшіншісі, интернеттен қосымша табыс көздерін іздеу. Бұл заман бірнеше табысы бар адам ғана еркін болатын заман. Айтпақшы, қосымша табыс демекші. Егер сен интернеттен қосымша ақша тапқың келсе, яғни YouTube'дан табыс тапқың келсе, төменде көрсетілген WhatsApp номерге жаз. Саған YouTube'дан ақша табудың жолдарын үйретеді. Осы видеода айтылған мәселелерге қатысты өз ойыңды міндетті түрде пікірге жаз. Видеоға лайк басып, арнамызға жазыла кетуді де ұмытпа.